Ал балалар, енді айаруды бағалаймыз, иә? Бағалау біз шапалақ әдісі бойынша бағалаймыз. Айару қалай айтты? 1-ден. Яғни бізде жарайсың деген баға алып тұр. Ол бізде 10 бал, иә? Келесі Талғатты бағалаймыз. Жарайсың, көпшілігі жарайсың деп айтты, иә? Ал ол жасты бағалайық. Жақсы деген бал, иә? Яғни 8 бал. Нұрсезімді бағалаймыз. Нұрсезім бізде жарайсың деген балды. Анарды бағалаймыз. Жарайсың, еңлік бізде айтты. Жарайсың. Бізде айтқан Нұрсұлтанды бағалаймыз.